Так, таң атып қалды ма? Так, салам алейкум достар. Так, сендермен бірге мен Марзлы және достар. Сендер менің екінші арнамдасыңдар және де достар, біз бұл арнада Криптогор серияларын түсіретін боламын. Сондықтан барлығымыз лайкты басып және де арнаға тіркеліп, уведомление деген жерде колокольчикті со все дегенге істеп қоямыз. И все. Істепсіңдер, молодцы. Ал мен видеоны бастаймын. Так, достар, сендер криптогорд не екенін білетін шығарсыңдар. Бұл біз қалаға келіп, сол қалада әртүрлі криптаны қазып дамуымыз керек. Және де ол үшін мен өзімнің өткендегі үйімнен біраз ақша алған болатын. Ал давайте, достар, мен қазір қарным ашып тұр. Қарным қазір ашады, және де сол үшін барып заттарымызды айтып етуіміз керек. Так, мен утренний жаттығуымды жасауым керек. Және де барып мен көлге барып шомылып қайтайын, досым бассейніне шомылып қайтатын боламын. Так, мына жерде ешкім үй жоқ. Қазір біраз уақыттан соң біз қаланы аралап заттармен танысып қайтатын боламыз. Так, бізде қанша теңге бар? 5000, мына жерде 3300, одан бар 370, 17. Көп емес, аздаған болса да ақшамыз бар, әйтеуір бастапқы уақытқа жетіп қалар. Ал танысақ кеттік. Так, бірінші бізде деген тамақ проблемасы бар бізде. Так, мына жерлерде не бар? Мына жерде магазин, мына жерде заправка. Оны кейін жайлап көретін боламыз. Ал ең алғашымен маған бірінші тамақ керек. Қарным ашады қазір, өйткені мен тамақ жеп алып, және достар, біз уже бизнесімізді криптоға бастайтын боламыз. Так, міне BMW M, бұл бізде BMW M версия, сондай М пакет дейді ғой. Сондай сатып алатын боламыз. Так, үйлер сатып алатын боламыз. Енді біз қазір басында фургонда тұрмыз ғой. Фургонда біраз уақыт тұрамыз, өйткені үйлер өте қымбат болады. Бұл деген өзі үлкен қала. Міне достар, біз осы уақытта уже Макдональдқа келіп қалдық. Так, все, о май гад, ішінде аспазды көріп тұр. Достар, так, барып аспазына барып тамақ сатып алайық. Тамақтар қанша тұрады екен көрейік. Менің ақшам жете ме екен, жетпей ме екен? Так, саламатсыз ба? Маған нені... О май гад, достар, қараңдар, вообще мынау жестко ғой, мынау күшті ғой. Так, маған не жеймін, пиццаға ақшам жете ма? Так, давайте пицца жейміз, және так, бургер алайын, чизбургер алам, екеу алайын. Все, майда теңге қалған жоқ, енді мынаған сәл турлап $2, $2. Давайте сахарный пончик алайық. Все, короче, қарным ашса осылар жеп алатын болам. Так, енді біз келесі не істеуіміз керек? Так, біз өзімізге бірінші ақшамызды сәл майдалатып аламыз ба, ірілетіп аламыз ба, әйтеуір осы валютчикте болу керек. Осы жерде бұл бізде банк сияқты сондай бір нәрсе. Осы жерден біз ақшаларымызды ірілетіп немесе майдалатып алатын боламыз. Так, қай жерде? Вроде осы жерлерде болу керек. Так, осы жерлерде, короче, бұл өткен криптогордтарда сондай болған. О, валютчик. Саламатсыз. Так, бізде так $10 мен майдалауым керек. Міне 10 монета қылып алам, және де мынадан да кішкене қылып аласайық. Так, осылай болады. Все, ақшамызды майдаладық, енді қалған тұра берсін. Міне, достар, көріп тұрғандарды, ё-моё, вообще жестко заттар. Ал давайте, достар, біз бірден өзіміздің крипто қазуымызға негізі кірісуіміз керек. О, пончик жеп алайын. Все, қарным тоқ, басқа ештеңе ойлаудың қажеті жоқ. Так, ассаламу алейкум, осы ауылдың тұрғыны дейді ғой. Давайте, достар, біз инструмент сататын магазинге баруымыз керек. Ол қайда? Ол примерно осы жақта болу керек, осы жерлерде. Так, мына жерде көшемен жүреміз. Просто, достар, біз басында жаяу жүрміз, и кейін біз өзімізге әртүрлі транспорт сатып алатын боламыз. Машина сатып аламыз, басқа сатып аламыз, короче, қызық болады. Так, қай жерде? Міне, достар. Короче, торговый центр, бұл осы жерде біз әртүрлі инструмент тағы да басқа аламыз. Ларек. Так, мына жер бос әлі. Енді, достар, бұл жаққа адамдар енді келіп жатыр. Так, мына жерде бос. Так, мынау болу керек. Все, достар, қараңдар. Құрал жабдықтар дейді. Құрал жабдықтар, достар, біз крипто қазуға керекті құрал жабдық аламыз. Так, біздің ақшамыз қайсына жетеді? Так, $500 алмазный кирка, және де так, тұратындар, достар. Басында біз деген мынаны ала саламыз да, давайте, алдым, және де тағы да басқа қандай зат керек? Бізге топор керек. Топор аламыз да, жоқ, топор керек емес аса. И біз огниво алуымыз керек, бір нәрсені жағу керек болады. Және де су, лава болып қалса, біз
өзімізді қоямыз, және де естественно факел керек. Давайте достар тағы да кирка ала алсақ. Так, все, сау болыңыз, кейін келіп тұрамыз. Так достар, біз оны алдық, енді барып біз тағы да басқа жақта қаланы аралап қайтатын боламыз, және де өзіміздің ең алғашқы криптамызды қазуға кірісетін боламыз. Мен енді мына жерде супермаркет бар жақын жерде. Сол супермаркет, о май гад достар, мынау деген автошкола. Бұл жерден біз машинелер алдып право алатын боламыз, и мына жерден BMW-дан бір күшті машина алатын боламыз достар. Бірақ сендер лайк басыңдар, білмеймін, мына бірінші каналымда мен 150 лайк сұрамын, ал мына криптоголд марзел криптоқала деген каналда қанша лайк сұрайтынын білмеймін. Так что давайте достар, барлығын максимальный лайк басайық, и сонда мен көретін боламын. Сендерге әжептәуір сәл қиын болатындай, бірақ сендер істей алатындай, бір достарың айтсаңдар, сөйтіп әйтеуір лайк жинай алатындай мен сендерге лайкты айтатын боламын. Так что давайте достар, максималды лайкты басыңдар, максималды актив комментарий жазып отырыңдар. Так, міне мынау бізде криптоқаланың супермаркеті. Так, бізде деген мына жерде әртүрлі заттар бар. Так, мына жер бос. Так, міне достар, короче, мына жерде бізде трейдер деген зат. Трейдер бұл бізде, қараңдар, трейдер бізде қазған криптамызға әртүрлі ақша береді. Көріп тұрғандарындай, бұл анау айтқандай көп емес. Біз бағана қайта аванспен жақсы ақша алып қалдық. Бірақ бұны біз кейін үйге басқа жаққа жұмсауымыз керек. Өйткені біз мынаны алып қойсақ, инструменттерді тұратын жеріміз қалмайды, және де сондай, короче достар, біз өзімізге енді комфортпен өмір сүруіміз керек бұл жақта. О май гад достар, ё-моё, қараңдар. Бұл жерде так бұған кейін келетін боламыз. Міне достар, мебель. Так, давайте достар, мебель алып алсақ. Так, сен не бере аласың? Жоқ, әлі келмеді достар, товар жоқ екен. Сенде ше, бұда да товар жоқ. Так достар, енді келіп мына заттар жайғастырып жатыр екен. Көреміз достар, давайте шахтаға бірінші түсіп крипто қазуымыз керек, және де мына трейдерге келіп өткіземіз. Так, мен үйіме барайын, және де бір сәл ана бір өзі сондай бір бағана үңгір көрген сияқты едім, сол үңгірден барып, так, ана жақта үңгірден сояқтан басып қазатын боламыз. Так, мына жерде ешкім көріп тұрған жоқ па? Тез секіріп кетеміз. Так, мына жерден кетуге болады екен. Так, бензин жақсы. Так, тамақ чизбургер жеп алайық. Так, ам. Все. О май гад, чизбургерлер достар, мияқтық өте дәмді екен чизбургерлер. Қарым тойып қалды сразу. Так, мына үңгірден бастаймыз, мына жерден емес. Так, мен үйіме так ақшамды қойып кетейін достар, өткен есігімізді достар жауып кетуіміз керек. Бізде әжептәуір ақша бар достар, міне қарай көріп тұрғандарымдай, менде ешқандай мебель жоқ. И келесі серияда біз мебель алатын боламыз. Так, все. Қалған ақшамыз тұра берсін, анау-мынау керек болып қалса. Так, тамағымыз бар. Осы тамағымыз бітем дегенше барып қазып қайтатын боламыз, әйтеуір не болса да. Ал, так, давайте көреміз. Мына жер. О, достар, ең алғашқы криптамыз. Ал, давайте алайық. Бұл бізде деген достар, бұл неон койын ба, перкойын ба, сондай бір нәрсе әйтеуір. Не болса да достар, бұның өзі де ақша. Болғанда біз өзіміздің квартира алсақ, сол квартираның ақшасын төлеп тұратын боламыз, короче. Так достар, бізде мақсатымыз бұл жерде тек қана осындай нелегальный заттармен емес, тағы да басқа өзіміздің бизнесімізді ашып, тағы да басқа заттармен жасау. Так, төменге түсеміз. Так, ешкім білмеу керек біздің жерімізді. Так, астына қарай қазуымыз керек, сонда бізге деген басқа криптолар түсетін болады, соларды қазатын боламыз. Так, қаза береміз. Так, қолымызда факелді екінші қолға ұстауымыз. Так, қойып дальше қаза беретін боламыз. И так, достар, және де осы криптода мен кейін барып, общий мен король, осы қаланың король боламын, король болғанда әкімі боламын. И мына жерде бәрі біз общий тағы да басқа достарыммен де ойнауым мүмкін достар, бірақ қазір мен достар қарапайым криптоқала, и криптоқала достар кейінгі шахта жақсы. Шахтада криптолар көп болады. Так, төменірек түссем екен, және жоғарғысын қарасам екен. Так, давайте достар, төменде жақсы болады. Апасына жер, тегін жерде нан жоқ қой, апасына жерге барсақ бізге жақсы заттар түсу мүмкін. Так, бетек. Тағы да крипто көріп тұрмын. Все, сумен түсіп достар, бұл вообще, ё-моё достар, лайткоин, вообще кайф. Лайткоин деген ол өте қымбат тұрады. Так, су Россияда етілсін. Давайте киркамен қаза беруге онсыз да. Жақсы достар, жаман емес, бастамасы жаман емес. Кейін біз деген достар, биткоин деген өте қымбат. Биткоин вообще прям қымбат, и оны алсақ біз прям байып кететін боламыз достар. Және де өзімізге машина аламыз, не деген мықты машина алатын боламыз достар. Бұл жерде машиналар қарапайым машина емес,
мысалы бұған біз әртүрлі двигатель қоямыз, біреуі қатты жүреді, біреуі жай жүреді, сондай сияқты достар. Сондықтан біз қатты жүретіндер өте қымбат болады, соны алуға кейін тырысатын боламыз. Так, мына астында не бар? Астында о май гад, күшті достар. Так, менде блок бар ма? Блок бар екен. Так, осылай қойып аламыз. Және так, не қойылып кетеді екен қазір? Все. Енді примерно екеуі өзі логически ойланады ғой, но факел қойсам ба, ананы қойсам ба деп. Так, лайткоин. Давайте достар, бізде лайткоиндар жақсы болып жатыр. Так что лайткоиндарды жинайық и ананы кейін жинайтын боламыз перкоиндарды. Все, бізде басқа дэшкоин түспейтін бе еді? Дэшкоин. Дэшкоин ба десем су екен ғой достар. Так, дэшкоин бұдан да қымбат тұрады. Так, так, біз 10-ші уровень, және біз достар биткоин тауып қалуымыз мүмкін. Так, давайте сәл айналаны көріп шығайық. Так, мына блоктар қойып тастайын и мынаяқтарды көрейік. Так, блок қоямыз, факел қоямыз. Тағы да лайткоин. Все достар, бүгіндікке лайткоин жететін сияқты и келесі серияларда сәл шақтан. Достар, айтып едім енді. Дэшкоин. Ура, достар. И біз қазір прям биткоин таппайтын шығармыз. Қоя салайық достар, давайте осымен үйге қайтайық и және де келесі серияларда биткоинді қалдырып, биткоинді кейінгі серияларда қазайық, бірінші сериямен қызық қалмас. Короче, достар, өте көптеген заттармен айналысатын боламыз. Так, кеттік трейдерге барамыз и ақшаға айырбастайтын боламыз. Трейдер, ассалаумағалейкум. Так, достар, көріп шығайық, бұны бізге қандай заттар бере алады. Көріп тұрғандарындай бізде так 33 лазурит, дэшкоин достар бізде. Все, мынаны айырбастаймыз. Сонда бізде доход жақсы, жаман емес. Так, перкоинді да өйстіп аламыз. Және де бұған тек бір ғана доллардан береді екен. Ничего, қалған тұра берсін. Так, достар, бізде лайткоиннан өте көп жинаппыз. Так, и былайдан екеу. Все, қалған кейін достар, қайғылан біріккен соң барып қана алатын боламыз. Міне достар, бірден біріктіріп, және де үрлетіп алсақ та болады екен. Так, міне біз 10 долларды алайық, және де 10 долларды қоямыз. 10 доллардың орнына 100 долларға алайық. 100 доллар бар ма? 100 доллар бар. Так, 1000 доллар. Бой достар, 1000 долларға да жетті. Все, бүгінге осы болады. Давайте үйімізге кеттік. Так, достар, түнді батып қапты, барып ұйықтауға уақыт келді. Так, давайте достар, ақшамыздың бәрін өзіміздің немізге, ё-моё. Так, все, фургонның есігін жабайық, кілтпен жұмып қоямыз. Все, так, бізде деген достар, ақшамыз 6000 болды. И заттар, қалған заттарымыз бар достар. Бірақ біз деген мына киркаларымызды тығып қойымыз керек. Мына құпия біреулер тексеріп қалса, біз бұны ұстап алса, достар, бізді арестқа тастайды. Так что все. Так, мен ұйықтаймын. Все, достар, давайте сау болыңдар. Так, достар, криптогордың бірінші сериясы осымен аяқталды. Өте күшті болды деп сенемін, достар. Өйткені мен маған деген өте көп уақытым жұмсадым. Так что, достар, лайктарыңды аямаңдар, никак аямаңдар, достар. И өте көп актив көрсетесің деген сенімдемін. Так, сендермен бірге болған мен Марзл, және де бәріне сау. Келесі крипто қаланың серияларында кездескенше.